Жалпы енді бүгінгі тақырыбымыз менингит туралы болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы бұл тақырыпты талдау деген идея маған қайдан келді? Бұл тақырыпты талдау деген маған осындай Инстаграмнан, парақшамнан маған подписчиктерден осындай хабарламалар келген болатын. Мына жерден оқып отырсақ, қанға ірің араласып кеткен дейді. 4 жасқа енді толады, рвота беріп, температура түспей жатыр дейді. Қазір қозғауға болмайды деп жатыр. Бұл бастапқы кездегі пациенттің түскен кезінде маған жібергендегі сообщениесі. Ал мына жерде үшінші тұрған ол уже пациентпен біраз жұмыстар жасалынып, оны ем-дәмдер жасалынып, одан кейінгі асқыну ретінде құлақтың естімеу, яғни кереңдіктің дамыған кезіндегі жіберген хабарламасы болып табылады. Ары қарай қалай жүргізсек болады, невропатологқа апардық, тағы да кімдерге апаруымыз керек деген сияқты сұрақтармен маған жазған болатын. Бұйыртса осы сабақ барысында сіздерге осы бойынша да талқылап кететін боламын. Қазір біз менингит талқылап келе жатқан кезде осы ортадағы тұрған сол қыздың, мына жерде 4 жасқа енді толатын қыз, сол қыздың біздегі леквордағы көрінісі, ол туралы қазір мен сіздерге менингит туралы айтқан кезде осыны да талдап айтып кететін боламын. Келесі, мынауда мендегі пост шыққаннан кейінгі менің подписчигімнің жазғаны, бұл жерде менің танысымның баласындағы екі құлағында мүлдем естімей қалуынан, және де оның 4-ші степень қою. Бұл 4-ші степень дегеніміз қазір сіздер осы сабақтың барысында кереңдіктің, именно менингиттен кейін дамитын кереңдіктің қандай степендері бар, сол туралы білетін боласыздар. Мынау 4-ші степень қойып тұрғандығы қаншалықты ауыр деңгей екенін білетін боласыздар. Біз менингиттен кейін асқыну, құлақтың естімей қалуын бірінші айтпастан бұрын біз құлақтың құрылысын қысқаша шолу жасап кетейік. Себебі ол құлақтың құрылысына байланысты менингиттің асқынуы болып табылатын кереңдік балаларда, яғни ауру менингиттен кейін пайда болады. Жиі балаларда болады да бұл, то есть асқыну. Жалпы енді құлақтың құрылысына келетін болса, ол 3 бөлімнен тұрады. Сыртқы құлақ қалқанынан, сыртқы есту жолынан міндеті оның дыбыс толқындарын жинап ортаңғы құлаққа қарай бағыттау, иә. Сыртқы құлақ, яғни біздегі құлақтан көрініп тұратын сыртындағы қалқаны, және де ол дабыл жарғағына дейінгі жолды біз сыртқы құлақ дейміз. Ал ортаңғы құлақ дабыл жарғағынан, яғни барабанная перепонка, сол жарғағынан есту сүйекшелері кіреді. Балғашық, төс, үзеңгі деген сияқты. Қазір сіздерге суреттен көрсететін боламын. Міндеті олардың дыбысты күшейтіп ішкі құлаққа қарай өткізу болып табылады. Ал ішкі құлақ ол лабиринт деп аталады, немесе ұлулы дене деп айтамыз. Ұлу қабыршағына ұқсас болғандықтан ол ұлулы деп аталады, яғни бұл жерде ол дыбысты талдайды. Ол жерде именно сол лабиринттің ішінде, сол ұлулы дене деген бөлімнің ішінде кортев орган орналасады. Именно сол кортев органнан ол келген дыбыс электрлік импульсқа айналады. Электрлік импульс ары қарай нервтер арқылы беріліп, ол жерде бізде 8-ші нерв бар ғой. Сол 8-ші нервтен либо ол мышқа баратын, тепе-теңдікті сақтайтын нерв арқылы өтеді, немесе есту нерві арқылы ол ми қыртысына, яғни самай бөлігінде орналасқан ми қыртысына барып, естуге байланысты ми қыртысына ақпарат жібереді. Және де сонымен қатар ішкі құлақта бізде жарты ай тәрізді каналдар дейміз, иә, полукружные каналы деп айтамыз, ол тепе-теңдікке жауап береді. Эндолимфа және перилимфа деген сұйықтық орналасады, яғни сол улитканың ішінде. Және де міндеті бұлардың дыбыстық сигналды электрлік сигналға айналдыру. Бұл жер именно маңызды болып табылады, және де бүгінгі біздің айтатын ақпараттарымыздың ішіндегі зақымдалатын аймақ осы аймақ болып табылады. Жалпы сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Қалай енді естиміз? Қарапайым тізбек. Қалай естиміз? Жалпы адам қалай естиді? Бұл дыбыс толқыны құлақ қалқаны арқылы жиналады. Одан кейін ол сыртқы есту жолы арқылы дыбыс жарғағына, дабыл жарғағына жетеді. Яғни дыбыс толқыны біз құлақ қалқанымен қабылдап алды, одан кейін ол дабыл жарғағына дейін жетіп, оны тербелтеді. Ол ары қарай өзін тербеліс арқылы есту сүйекшелеріне өтеді. Есту сүйекшелер де тербелген кезде үзеңгі именно ұлуды тербеліске жібереді ұлуға. Сөйтіп, ұлу ішіндегі сұйықтық қозғалады. Ол қыл тәрізді жасушаларды, яғни рецепторларды қоздырады. Именно осы қыл тәрізді жасушалар деп отырғанымыз ол кортев орган болып табылады. Сол жерде ол дыбыстар қабылданып импульсқа айналады. Сол импульс арқылы, яғни ол рецепторлар арқылы дыбысты электр сигналдарға айналдырып, сол рецепторлар. Одан кейін ол сигнал, яғни 8-ші нерв жүйесі, то есть нерв болып табылатын вестибула кохлеарис деп аталады.
алатын нерв бар, бізде. Сол нерв арқылы ми қыртысына жетеді. Енді қараңыздар, бұл жерде бір нерв болғанымен екі түрлі бағытта кетеді. Нерв вестибула дегеніміз, яғни тепе-теңдікке жауап беретін нерв болып табылады. Ол мишқа баратын болса, ал кохлеарис деген ол естуге жауап беретін нерв болып табылады. Ол ми қыртысына барады. Яғни самай бөлімінде орналасқан ми қыртысына барады. Ол инстаграмда мен салған, жүктеген менің видеомнан көрсеңіздер де болады. Одан кейін ми бұл сигналдарды дыбыс деп танып, ары қарай оны өңдеп, яғни оған жауап ретінде біз мысалы дыбыстарды сырттағы еститін боламыз. Жалпы енді менингит дегеніміз не? Менингит ол грек тілінен аударған кезде менингус ми қабығы дегенді білдіреді. Яғни бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар және басқа да заттектердің әсерінен дамитын ми мен жұлынның қабығының іріңді және серозды қабынуы деп айтамыз. Бірақ та клиникада бұл анықтамадай біз қабылдамаймыз. Яғни клиникада біз көбінесе ми қабықтарының қабынуын менингит деп айтамыз. Мидың жұмсақ қабығын қабыну менингит деп атаймыз. Жалпы менингиттің түрлері қандай? Олар лептоменингит, мидың жұмсақ қабықтарының пиаматы және де арахноид қабынуы болып табылады. Ал пахименингит дегеніміз мидың қатты қабығының дураматерінің қабынуы. Арахноидит, яғни арахноид қабығының қабынуы немесе торлы қабығының қабынуы десек болады. Панменингит дегеніміз осы қатты, жұмсақ, торлы қабықтарының барлық қабығы қабынуын біз панменингит деп атаймыз. Жалпы енді бұл менингит туралы сіздерге қысқа да шолу ақпараттарын беріп кетемін. Себебі, чтобы қазір біз менингиттің асқынуы, негізгі құлаққа байланысты асқынуын талқылайтын боламыз. Сол себептен де сіздер менингитті туралы кішігірім болсын ақпарат сіздерде болуы керек. Жалпы менингиттің пайда болу себебі неде? Бірінші, ол бактериалдық, яғни ол шығу этиологиясына байланысты болады. Бактериалдық, вирустық және де саңырауқұлақтық немесе қарапайымдылармен дамитын менингит болып табылады. Оларға әртүрлі бактериалдық менингит бүгінгі біздің талдайтын асқынуымызға тікелей байланысты менингит түрі болып табылады. Осылардың ішіндегі бактериалды менингиттің асқынуы ретінде құлақтың кереңдігі дамиды. Басқа менингиттерде, мысалы вирустық менингиттен құлақтың кереңдікке дейін баруы болмайды. Тек қана ол жерде эксудативті атит қана болуы мүмкін, ол уақытша бізде естуге әсер етуі мүмкін, бірақ та ол өздігінен кейін жазылып кетеді. Ал именно бактериалдық инфекциядан дамитын бактериалдық менингит, ол именно сол нерв жүйесінің, яғни есту нервінің зақымдалуына, ұлулы дененің кохлеарлық, яғни органның зақымдануына, яғни ішкі құлақтың зақымдануына байланысты бізде естудің бұзылысы, яғни кереңдікке дейін баруы пайда болады. Сол себептен де бактериялық менингит ең асқынуы қауіпті, ең қауіпті менингиттің бірі болып табылады. Сол себептен бактериялық менингитті міндетті түрде біз ауруханада емдеуіміз керек болып табылады. Жалпы енді келесі үрдістің жалпы қандай тағы да бөлінулері бар. Үрдістің орналасуына байланысты менингит және де менингоэнцефалит болып бөлінеді. Менингит деп отырғанымыз ол тек қана қабығында шектелетін болса, менингоэнцефалит ол ми затына дейін өтеді. Ал келесі пайда болу механизміне байланысты біз бөлеміз біріншілік және де екіншілік деп. Біріншілік ол ешқандай да ошақтан кейін барып дамуы деген нәрсе жоқ, ол өздігінен бір ауру ретінде менингит бірден дамуын айтамыз. Екіншілік деп отырғанымыз ол белгілі бір іріңді ошаққа байланысты, мысалы синусит, атит, мастоидит болуы мүмкін, немесе ашық бас сүйек жарасы, нейрохирургиялық операциялардан кейінгі асқынулар ретінде, яғни белгілі бір аурудың асқынуы ретінде барып дамуы менингит болып. Келесі қабыну үрдісіне сипатына байланысты серозды, яғни вирусты деп айтамыз, немесе кейбір кезде бактериалды болуы мүмкін, яғни бактериалдың бастапқы кезеңі болуы мүмкін деген сияқты. Кейінгі іріңді тек қана бактериалды инфекциядан дамитын түрі болып табылады. Келесі ауырлық дәрежесіне қарай жеңіл, орташа және де ауыр, аса ауыр түрлері, яғни молниеносный деп айтамыз. Бұндай менингитпен ауырған адамдар летальный исход бұл жерде өте жоғары болып табылады. Келесі, менингит қалай пайда болады? Жалпы енді менингит пайда болу үшін белгілі бір инфекция көзі болу керек. Мұрыннан, тамақтан, құлақтан, қан, сепсис, яғни жаралардан пайда болады. Белгілі бір сонда инфекция көзі болады. Инфекция көзі ол қан арқылы, яғни инфекция көзі болады, инфекция көбейеді. Одан кейін ол жан-жағындағы тіндердегі қан тамырларды зақымдап, қанға арқылы тарала бастайды. Одан кейін ми қабықтарына жетеді, яғни гематоэнцефалды барьерден өтеді, содан кейін бар уже қауыну процесін дамытады. Ол әрине бірден беті өте салмайды, ол белгілі бір өздерінен бөлетін дүниелері болады.
алады, и соларды бөлу аркылы кабыну процессин шакырып, одан кийин исинүү, одан кийин белгилүү бир симптомдары бизге көрүнөдү. Жалпы энди коздургуч кан аркылуу гематоэнцефалдык туз кабылды бузуп, мый кабыктарын минеди. Мый кабыктарынын кабынуу басалып, исинүү гиперемия эксудация жүрөдү. Бул өзгөрүштөр башчылык кысымдын жогорулауна, одан кийин бизде белгилүү бир симптомдар басылат, Енді кандай симптомдары, яғни клиникалык симптомдары кездеседі менингитте? Жалпы менингитте 4 түрлі симптомдардың, яғни жиынтығы бар. Немесе синдром деп айтамыз. Жалпы мийлык синдромы ол эстин бузулуунан жүрөдү, яғни сомноленция, яғни эсеңиреген жагдай, сопыр, кома, козуу, инфекциондуу дилирия деген сыяктуу, яғни мийлык синдромго жататын симптомдар болуп табылат булар. Келесі менингиалды белгилерине ол бас ооруу, кусуу, фотофобия, яғни гиперестезия деген сыяктуу оң менингиалды симптомдар деген сыяктуу симптомдар жатады. Келесі ошак неврологиялык ол тырысуулар, бас ми нервтердин закымдануулары, пирамидалык бузулуштар, тагы да баска да сол сыяктуу бузулуштар жатады. Келесі жалпы инфекциялык кызба әлсиздик, табиттин төмендөө, миалгия, артралгия, дислепсия және экзантема, гепатосплenomeгалия және лимфоаденит деген сыяктуу жалпы инфекциялык ооруларга тән бул симптомдар болуп табылады. Именно осы менингитти бизде ерекшелейтин ол менингиалды белгилери болуп табылат. Және де менингоэнцефалит болгон жагдайда ошак неврологиялык белгилери жиі кездеседі. Келесі жас ерекшеликтерине байланыштуу көрүнүштөр кандай болот? Караңыздар, жаңа тууган нәрестелерде оларды эмүүнде әлсиз болуп калады, токтоосуз жылай береді, және де эмбегинин исинүүгө пайда болот. Эмбегинин исинүүгө пайда болса, бирден дабыл кагуумуз керек. Және де бала токтоосуз куса беретін болсақ, дене қызуы жоғарылап түспейтін жағдайда біз не істеуіміз керек? Бірден дәрігердің көмегіне жүгінуіміз керек. Тырысулар, селқостық деген сияқты тағы да қосымша симптомдары болады. Келесі жас балаларда қандай болады? Жас балаларда бас ауруы, желке тырысуы, жарыққа сезімталдық, жиі құсу, әлсіздік, тырысу, сананың шатасуы болады. Жәнегі 4 жасар қызда бастапқыда осындай бас ауруы, тұмау сияқты басталған екен. Одан кейін барып уже құсу басалған кезде де анасы қатты мән бермеген. Сол себептен де құсу болып жатса, және де балаға жеңілдік әкелмесе, ол басы ауырып жатса, бала есеңгіреп бара жатса, бала нашарлап бара жатса, бірден істеуіміз керек, дәрігерге шұғыл қаралуымыз керек. Себебі бактериалды менингит деген сияқты менингиттің ауыр түрлерінде олар бірден реанимацияға түсіретіндей халге түсіреді. И содан кейін оның асқынулары өте қауіпті болады. Ересектерде қатты бас ауруы, мойын бұлшықеттерінің ригидтілігі. Ересектерде оларды анықтау өте оңай, өйткені оларда менингиалды белгілер жақсы көрінеді. Мысалға, мойын бұлшықеттерінің ригидтілігі деген сияқты, яғни басты иекті кеудеге апарған кезде мойын бұлшықеттердің, яғни шүйде бұлшықеттердің қатайып тұруы, жоғарғы қызу, жарық пен дыбысқа сезімтал, сананың бұзылуы, тырысу, олар еще айта алады. Сол сияқты светке раздражительно, тітіркенгіш болып кетсе, мойын бұлшықеттен апара алмайтын болса, неше түрлі тағы да менингиалды белгілерді анықтайтын түрлері бар. Брудзенский, Керник деген сияқты. Солар ересектерде жақсы көрінеді. Солармен бірден анықтап алуға мүмкіндік бар ересектерде. Ал балаларда бастапқы сатыларында жалпы инфекциялық белгілерімен бірге жүргендіктен белгілері ғана жақсы көрінеді, ал менингиалды белгілер бірден дамымайды оларда. Сол себептен де олардан анықтау кішкене кешеуілдеп барып келетіндігі де сондықтан болып табылады. Бірақ та балаларыңыз ауырған кезде есеңгіреп бара жатса, бас ауырып жатса, құсып жатса, бірден дәрігерге қаралғандарыңыз дұрыс болып табылады. Жалпы енді бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз осы құлақпен байланысты асқынулары болып табылады. Жалпы құлақпен байланысты асқынуларында осындай сенсо-невральды есту қабілетінің жоғалуы бүгінгі ең маңызды айтатын осы қабыну болып табылады, то есть осы асқыну болып табылады. Одан кейін лабиринтит, ішкі құлақтың қабынуы, мысалы мына жерде ұлулы дене сияқты тұр ғой, сол лабиринт болып табылады. Сол лабиринтит, яғни сол жақтағы қабыну процесін айтамыз. Тұрақты шуыл, бас айналу сияқты құлақпен байланысты, яғни сондай менингиттен кейінгі қалдық симптомдар қалуы мүмкін. Яғни шуыл негізі сырттан ешқандай шуыл естіліп тұрмайды, тек қана сол менингит ауырған адам ғана өзінің ішінен
құлағынан шу естіп тұрған сияқты сондай сезімі болады. Екі жақты кереңдікке алып келуі мүмкін. Бұл ең ауыр жәнегі бізде көрсеткен екінші кейстағыдай пациенттерде болатын, яғни екі жақты кереңдікке, яғни екі құлақта бірдей кететін жағдай болып табылады. Енді кереңдіктің түрлері мен деңгейлеріне байланысты ең ауыр асқынудың бірі ол нейросенсорлық, яғни немесе сенсор-невральдық кереңдік деп атаймыз. Бұл ішкі құлақта немесе есту жүйкесінде ақау болған кезде пайда болады. Ішкі құлақ деп отырғанымыз, мына жерде қарап тұрсаңыздар, бізде ұлулы дене бар. Ішкі құлақ деп отырғанымыз, міне, ұлулы дененің мынау ішкі, вот organs of корти деп тұр. Яғни осы корти органының бұзылысымен жүреді. Яғни ішкі құлақта немесе есту жүйкесінде ақау болған кезде пайда болады. Бұл көбіне менингит сияқты инфекциялардан кейін именно корти органы бұзылуымен жүреді. Осы корти органы бізде келген дыбысты импульсқа айналдырып, импульс арқылы мына сары тұрған спинал ганглион деп тұр ғой. Бұл сары тұрғандар, олар нервтер, соған қарай жібереді. Ал именно осы корти орган зақымданған кезде, мына жерде organ of corti деп жоғарыда тұр. Сіздерге көрініп тұр. И сол жердегі мына сарыларға жіберуі болмай қалады. Получается, бізде нейросенсорлық кереңдік содан дамиды. Жәнегі екінші кейстағы баланы көрсеңіздер, байқасаңыздар, екі жақта құлағы да не істеген, екі құлағы да мүлдем естімейді деген. Және де бұл жерде сурдологтарға қаралдыңыздар ма деген кезде, ол жерде оларға айтқан нерв өліп қалған деп. Яғни, получается, сол ұлы дененің ішіндегі корти органдары, яғни рецепторлары өлді былайша айтқан кезде. И олар болмаған кезде, дыбыс былайша айтқан кезде, дыбыс ешқандай да нервке қарай импульс жібермейді. Импульс болмаған соң не істемейміз біз? Яғни естуді қабылдамаймыз. Бұл жерде төртінші степень деп отырғанымыз, бірінші степень ол жеңіл дәрежесі, екінші степень ол умеренная деп айтамыз, яғни умеренная степень немесе орташа дәрежесі дейміз. Ал одан кейін тяжелая дейміз, яғни ауыр дәрежесі, одан кейін глубокая дейміз, яғни өте ауыр дәрежесі. Бұл жердегі балада өте ауыр дәрежесі кереңдікке дейін барған дәрежесі болып табылады. Сол себептен де бұндай дәрежесіне жеткізбес үшін біз менингиттер туралы жақсы білуіміз керек, және де ата-аналарына да дәрігерлер ата-аналарға жалпы негізінде менингиттің белгілері туралы нақты айтып отыруымыз керек болып табылады. Жалпы бұл нейросенсорлық кереңдік кезінде дыбыс мидың есту бөлігіне жете алмайды. Сол себептен де дыбысты қабылдай алмай қаламыз. То есть адам дыбысты қабылдай алмай қалады. Дәрі-дәрмек үнемдеу бұл жерде қиын. Сол себептен де жәнегі екі кейсқада да екі пациент көрсеттім. Ол екі пациентте де ешқандай да дәрілік тағайындаулар именно құлаққа байланысты жасалмаған. Почему? Потому что ол жерде оған ешқандай да дәрі көмектесе алмайды. Оған тек қана құлаққа аппарат, бірақ та ол ауыр дәрежелерінде құлаққа салынатын аппараттар көмектеспейді. Тек қана кохлеарный имплант деген болады. Кохлеарный имплантты да қою үшін ең бірінші, яғни кохлеарный имплант, мына жердегі ұлу сияқты домалақ болып тұр ғой. Вот сол жердегі имплант қояды. Сол жаққа электродтарын жіберіп отырып, имплант жібереді. Бірақ та оны ерте сатысында уже менингиттен кейін баланың жағдайы жақсарғаннан кейін, өзінің самочувствиесі жақсарғаннан кейін бірден сурдологтарға апарып тексертіп, бірден ертерек шешім қабылдаған жөн. Қазір не үшін екенін айтып беретін боламын. Келесі, кондуктивтік кереңдік. Дыбыс сыртқы немесе ортаңғы құлақтан ішкі құлаққа өте алмаған кезде болады. Яғни бұл жерде ешқандай да ішкі құлақ зақымданбайды. Бұл жерде тек қана ішкі құлақ, сыртқы немесе ортаңғы құлақтан ішкі құлаққа қарай өте алмай қалады. Бұл кезде көбінесе эксудативтік атеттен, яғни эксудация, яғни судың кесірінен, сұйықтықтың кесірінен ары қарай бара алмай тұрады. Бұл дыбыс үрдісіне кәдімгідей өзінің кедергісін келтіреді, бірақ та ол эксудативті атит басылғаннан кейін, яғни көбіне ол уақытша болады және де өзі кетіп қалады. Ол басылғаннан кейін, біраз уақыттан кейін қайтадан қалпына келеді. В основном негізі кондуктивті кереңдік, эксудативті атит, олар көбінесе вирустық инфекцияларда кездессе, ал нейросенсорлық кереңдік ол көбінесе бактериалды инфекциялардан кейін кездеседі. Және де бактериалды инфекция кереңдікке алып келеді көбінесе. Сол себептен вирустық инфекциялар олар өте қатты, яғни менингит болса да, олардың асқынуларында кереңдікке баруы өте сирек кезде кездеспейді десек те болады. Енді жәнегі айтып өткен
ұлулы дененің ішіндегі, яғни ерте бару керек дедім, кохлеарный имплантация жасау үшін. Не үшін? Себебі ұлулы дене қабынып, одан кейін ол өзінің корти органдары зақымдалғаннан кейін олардың қайта қалпына келмейтіндіктен, яғни қайта қалпына келу процесі жүрмейтіндіктен, ол жердің орнын осификация, яғни сүйек басып бастайды. Яғни мына жерде тұр ғой, мысалы, үш өтетін, мысалы, жол тұр да, бұл лабиринт, сол лабиринттің үшін сүйек басып бастайды. Яғни, получается, мүлдем құлақ көрмей қалады дейсіз. Мына оралып тұрған дүние, яғни ішінің барлығы сүйек басып қалса, яғни ешқандай да дыбыс нервқа бармайды, яғни ешқандай дыбысты қабылдай алмай қалады деген сөз. Сол себептен де осы осификация процесі, яғни ұлудың ішін басып кетпей тұрып, кортик органдар орналасқан жерді басып кетпей тұрып, біз не істеуіміз керек? Ертерек оны сурдологтармен, яғни сурдолог деп отырғанымыз естудің қаншалық дәрежесінде тұрғанын, сол естуді зерттейтін ғалымдарды, то есть дәрігерлерді айтамыз, лормен айырмашылығы сода. Сурдологтар олар естуді зерттейді. Ал лор врачтар олар именно құлақтың инфекциялық ауруларын деген сияқты ауруларын зерттейді. Сол себептен шатастырмаймыз. Сурдологтармен, лор врачтармен, және де терапевт немесе педиатрлармен ақылдаса отырып, бұны біз не істеуіміз керек? Ертерек балаға кохлеарный имплантацияны жасауға әрекеттенуіміз керек. Егер де ол ауыр және де өте ауыр деңгейде болса, тез шешім қабылдау керек. Себебі тез шешім қабылдамаса, осификацияның деңгейі жоғарылап кетсе, электродтарды өткізу құлаққа, яғни ішкі құлақтың осындай ұлулы денесін өткізу қиын болып қалады. Сол себептен де ол электродтар именно осы кортев орган орналасқан жерлерде тұрып, өзіне келген импульстарды өздігінен импульстар жіберіп отырып, яғни импульсті өзіне, дыбысты өзіне қабылдап, импульс сияқты нервқа жіберіп отырады. Олардың негізгі қабілеті сол, да? Сол себептен де имплантацияны тезірек, ертерек жасау қалуға тырысуымыз керек. Одан кейін диагностикасында біз МРТ, КТ жасаймыз. КТ жасағаннан кейін барып, бізде екі құлақта имплантация жасалуға бола ма, болмай ма деген нәрсе анықталады. Яғни дәрігерлердің де қарауымен де бұл нәрсені анықтайды. Одан кейін имплантация жасайтын кезде либо бір құлаққа, либо екі құлаққа негізінде жиі жасау ұсынылады. Жалпы, менингитпен ауырған балаларда есту қабілетін тексеру ол 4 апта ішінде жасалынуы керек. Именно менингиттен кейін ауырып болды, бала жақсарып бастағаннан кейін уже тексеруге бара алатындай, тексеруге өзі де инициатива көрсете алатындай деңгейге жеткен кезде, уже баланың самочувствиесі жақсарған кезде бірден апарып, кешіктірмей, яғни 4 апта ішінде оның есту қабілетін тексеруіміз керек. Себебі есту қабілеті бастапқыда білінбеуі мүмкін, есту қабілеті нашарлап жатқаны, но біртіндеп ол үдемелі түрде, яғни күшейіп кетуі мүмкін, яғни естімей қалуына дейін апару мүмкін. Сол себептен де міндетті түрде оны тексеріп алуымыз керек. Және де ата-ананың уайымы болған жағдайда ол кезде дәрігерге жүгінуге болады, және де есту қабілетін бірден байқалмаған жағдайда біраз уақыттан кейін қайтадан барып тексертуге болады. Яғни тексертуді барынша ерте жасаған дұрыс болады. Себебі жәнегіде айтқанда мынандай осификацияға алып кетпес үшін. Өйткені ол біртіндеп дамитын нәрсе болғандықтан, ол бірден байқалмауы мүмкін құлағының естімей жатқандығы. Сол себептен де міндетті түрде тексерістен өткен дұрыс болып табылады. Егерде сұрақтарыңыз болса, қазір айтсаңыздар болады. Қазір енді мына жердегі пациенттердің жазғандарына байланысты біз бір талдап өтіп кетейік. Жалпы қарасаңыздар, мына жерде маған ең бірінші сообщение, яғни сурет, ол бастапқы ауру басталған кездегі маған жазғаны, яғни менингит, қанға ірін араласып кеткен дейді. Вот, мына жерде 4 жасқа енді толады, рвота температура түспей жатыр дейді, қазір қозғауға болмайды деп жатыр, қаншалықты сложный жағдайы, аяғы түсінбей жатырмыз. Мына жердегі ортасындағы суретке қарасаңыздар, бұл жерде цветі ксантохромды деген. Яғни ксантохромды дегеніміз бұл ликварға қан араласып кеткендігін көрсетеді. Яғни ол жерде сарғыш қызғылт немесе сондай түсте болуы мүмкін. Яғни қан құйылған жерлері бар, немесе қанның элементтері гемоглобин бар дегенді білдіретін көрініс болып табылады. Бұл ксантохромды деген. Ол сары немесе сарғыш қызыл болуы мүмкін, сондай болуы мүмкін. Қанға ірін араласып кеткен дегені міне сол себептен де болады. Прозрачности, яғни мөлдірлігі бұл жерде мөлдір емес, яғни мутный болып тұр, лайлы болып тұр. Панди реакциясы
өте жоғары болып тұр панди реакциясы. Неге панди реакциясы дегеніміз не? Жалпы ол яғни ликвордағы белоктық заттардың көбейіп кеткендігін көрсетеді бізде. Яғни қабыну процесі өте қатты болып жатқандығын көрсетеді. Белокта көбейтілген, то есть көп. Ал цитоз бұл жерде 3691. Ал қалыптыда 2-5 және де лимфоциттердің ғана болуы болады да. Вот. Ал мына жерде қарасаңыздар, нейтрофильдердің деңгейі 94%, почти 94% мына 3691-дің цитоздың нейтрофильді болып тұр. Яғни бұл жерден біз нейтрофильдердің жоғары болуына қарап, біз бактериалды инфекция екенін көруге болады. Вот из-за этого бұл балада құлағы естімей қалуы, оң құлағының полный естімеуі, сол құлағының 40% естімеуі деген асқыну болуы осы себептен. Еще аналары точно мына баланы бірден апармаған, біраз үйде жатып қалған бала болуы мүмкін. Немесе инфекция сондай өте ауыр инфекциямен ауырып, сол себептен де мына жерде балада ірін араласатыны деңгейге дейін бірден жеткен. Бұл енді бұл анамнезі менде толық жоқ, сол себептен нақты ештеңе айта алмаймын. Бірақ та қарасаңыздар, бұл жерде бактериалды инфекция болғандықтан бактериалды менингиттердің асқынуы ретінде осы құлақтағы, яғни кереңдік дамиды. Вирустықта ешқандай кереңдікке дейін апармайды. Уақытша естудің бұзылысы болуы мүмкін, бірақ та ол кереңдікке дейін апармайды. Хорошо? Сол себептен де кереңдік болса, значит ол бактериалды менингитпен ауырды дегенді ойласаңыздар болады. Келесі, бізде де тура осындай байланысты мен пост салғаннан кейін менің танысым, менің де баламда осындай екі құлағы да мүлдем естімей 4-ші степень қойып тұр деді. 4-ші степень дегеніміз ол былайша айтқан кезде толық құлақтың естімеуі десек те болады. Яғни балада құлақтары, яғни барлық ұлулы денесіндегі барлық корти органдары өлген десек те болады. Корти мына жердегі домалақ болып тұрған нәрсе, ол ұлулы дене мына жерде де көрсетіп тұрды. Яғни organs of corti деп жазылып тұр, сонымен көрсетіп тұрған мына жердегі үлкен домалақтың ортаңғы домалақтың ішінде тұрған қызыл дүние, ол үлкейтіп көрсетілген, белгілі бір жасушаны үлкейтіп көрсеткенде, ана жердегі қызыл болып тұрған, тысталып тұрған жасушалардың барлығы кішкентай сондай корти органдар болып табылады. Именно сол жерде келген дыбыс бізде неге айналады? Ол импульсқа айналады. Импульсқа айналып, мына жердегі сары тұрған нервпен барып миға баратын еді. Ал миға барған кезде барып, ол бізде дыбысты қабылдаймыз. Ал бұл адамдарда, получается, 4-ші степень, яғни осындай корти органдардың бәрі өлген. Яғни нерв өлген деп айтты дейді, сурдологтар. Сол кезде, получается, біз ол балада білеміз, осындай корти органдары жоқ. Ол балаға барынша не істеуіміз керек? Ертерек осификация болып кетпес үшін, мына жердің барлығын сүйектер басып кетпес үшін, ертерек не істеуге тырысуымыз керек? Имплантацияны орнатуға тырысуымыз керек. Солай хотя бы баланың естуіне жағдай жасай аламыз. Себебі бұндай жағдайда ол бала енді мәңгілікке естімейтіндей халге түседі. Себебі уже 4-ші степень деген ол өте ауыр степень болып табылады. Егер де осыны көріп отырған, YouTube-тан көріп отырған жандар болса, маған сұрақтарыңызды комментарияға жазсаңыздар болады. Бұйырса алдағы уақытта жазатын боламын. Қандай тақырыпта тоже талдағанымды қалайсыздар, сол бойынша тоже жазатын боламын. Жалпы енді менингит туралы қазір толық айтып отыратын болсақ, ол кезде мына сабақ бізге жетпейді. Сол себептен де егер де менингит туралы, тағы да басқа да осындай аурулар туралы, жалпы медицина бойынша, анатомиялық физиологиялық ерекшеліктерін бойынша тереңдетілген медициналық білім алғыларыңыз келсе, менің топ медик деп аталатын курсыма жазылсаңыздар болады. Бұл курста 4 модульмен жұмыс жасаймыз. Бірінші модуль ол анатомия физиологиялық ерекшеліктері бойынша, және де бұл жерде белгілі бір шолу бағдарламасы ретінде жасалынған, ал нозологиядан бастап ол жерде тереңдетілген түрде уже әрбір ауруға осындай деңгейде біз терең тоқталамыз. Және де сол арқылы сіздер медициналық білімдеріңізді тереңдетіп алуларыңызға болады. Және де бұл әрбір мына жерде 9 түрлі бізде айтылған болса, яғни мына жерде ауруларында 8 түрлі системамен қандай аурулары бар, әрқайсына жеке-жеке бізде көрсетілген сабақтарда. Және де қалай емделуі керек, қандай диагностика, қалай жасаймыз, қалай білеміз, клиникалық белгілер қандай болады, барлығы өте берілген. Және де келесі 3-ші модуль ол иммунология, яғни вакцинацияға байланысты өте баланың иммунитет жүйесі, және де оған қандай вакцинация
вакцинациялар жасалады, ревакцинациялар, довакцинациялар, ұлттық күнтізбе бойынша қалай жүргіземіз, методвод бойынша қалай жүргіземіз, БЦЖ, гекса, пента, ВКДС, хип деген сияқты әртүрлі вакцинациялар жасаймыз. Жалпы енді мысалы иммунитеттің өзінде де мына жердегі вакцинациялардан бізде пневмококқа қарсы вакцинация және де гемофилді айрықшаға қарсы вакцинация деген сияқты вакцинацияларды алу да маңызды болып табылады. Менингококқа қарсы вакцинацияны алу деген сияқты. Вот сол туралы толығырақ сіздерге айтылатын болады. Және де бала ауруларын бірлестіре жүргізу деген, яғни 5 жасқа дейінгі балаларда қандай жағдайларда қалай әрекет етуіміз керек, соның барлығын сіздерге көрсетеміз. Яғни айтып береміз. Сол туралы ақпарат ала аласыздар 4-ші модульдан. Ол қауіп белгілері қандай, мысалы қай кезде қауіп белгілерін көрген кезде қалай қимылдауымыз керек, қашан дәрігерге қаралуымыз керек, қашан стационарға жатқызуымыз керек, соның барлығы айтылады. Диарея, пневмония, сарғыштану, тамақтандыру деген сияқты балаларға ең жиі кездесетін аурулар және де балаларға ең керекті дүниелер бойынша сіздерге 4-ші модульда білім беріледі. Жалпы енді бұл топ медикке қатысу үшін, егер де сіз YouTube арнасынан көріп отырған болсаңыз, онда осы YouTube каналда бізде описанияда номер қалдырдық, сол бойынша жазып бұл туралы толығырақ біле аласыз, немесе Инстаграмнан жазып біле аласыз. Ал енді қазіргі қатысушылардың арасынан көріп отырған адамдар, сіздерге қазір соңында күшті ұсынысым бар. Жалпы бұл курс кімдерге арналады? Бұл курс студент медиктерге 1-ші курстан бастап арналады. Себебі ол бір алғаннан кейін сіздерде мәңгілікке доступ қалады. Өздеріңізге керекті кездерде ашып көре бере аласыздар. Және де дәрігерлерге, педиатрларға, терапевттерге, стоматологтарға өзінің білімін жетілдіріп, бір рет қайталап алуларына және де тереңдетіп алуына көмектеседі.